Тіл өлген ел, тірі өлген ел. Халықтың ұлттық сипаты тілінен көрініс табады. Өз тілімізді құрметтейік. Өзге тілдің бәрін білмесек те, олар туралы қызықты деректерді біле жүрейік. Ал осы деректерді білмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басыңыздар. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Әлемде 6500-ге жуық тіл бар. Оның ішінде 2000 тілге құрып кету қаупі төніп тұр. Ана, яғни мама сөзі әлемнің көптеген тілінде м әріпінен басталады екен. Әлемде бір ұғымға көп мағына жиған ең сыйымды сөз бар. Ол испан тілінің диалектісіне жататын мамихлапинатана сөзі. Бұл жалғыз сөз біреуі екі жаққа да ыңғайлы болатын әрекетті істеуге келіседі деген үмітпен бір-біріне қарау, бірақ орындағысы келмеу деген мағына береді. Ағылшын тіліндегі ең ескі сөз таун. Солтүстік Африкадағы берберлер тілінің жазбаша нұсқасы жоқ. Эрмитаж сөзі француз тілінен аударғанда жалғыздық орны деген мағына береді. Суахили, араб тілі, португал тілі, Африка тілінің бірігуінен туған тіл. Басқа елдерге қарағанда Азия мен Африкада әр түрлі тілдер көп. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы, назарларыңызға рахмет.